Саламатсыздар ма? Бүгін біз Learning Apps сайты арқылы әртүрлі тапсырмалар жасайтын боламыз. Бірінші ссылкасын жіберіп қоям Telegram каналға. Кірген кезде бізде мына жерде мен уже кіріп қойғанмын. Сіздерде войти деп тұрады. Войти дейсіздерді регистрация жасайсыздар, немесе жаңадан аккаунт создавать етесіздер, немесе бұрында барып кірген болсаңыз, сол логин парольмен кірсеңіздер болады. Все упражнения батырмасын басамыз. Пән бойынша барлығы бөлінген бізде. Ағылшын тілі дегенді таңдаймын. Мен өзіме керекті міне оригиналын көрегем. Осы жерден бізде қараңыз 5-ші сыныпқа, 9-ші сыныпқа, әртүрлі сыныптарға өзіне берілген жаңағы тапсырмалар бар. Сол жерде мысалға 9-ші сыныпты таңдадық, допустим, и мына тапсырманы таңдаймын мен. Осы жерде қараңыздар, бізде матчинг жасайтын нелер шығады, допустим, тапсырма келеді. И осы жерде мысалға біз өзіміз жаңадан новое упражнение деп қоссаңыз болады. Міне новое упражнение, міне пара табатын, яғни матчинг жасайтын, классификация, хронологическая линейка, простой порядок деген сияқты өздері біраз тапсырмалар бар. Мысалға біреуін таңдап кіреміз, бірінші пример. Окей, батырмасы. Енді осы жерде міне создать новое упражнение деген батырманы басамыз и айтамыз да, мысалға біріншісіне жаңдай матчинг жаса, немесе қасындағы парасын тап, жаңдай бір тапсырманы жазамыз өзіміз, допустим. Біріншісіне мүмкін біз текст қоясыздар, картина қоясыздар, немесе озвученный текст қойсаңыз да болады. Аудио, видео өзіңізге қалағаныңызша қоя бересіздер. Мен мысалға мына картина қоямын компьютерден. Екіншісіне, допустим, текст жазамыз. Подсказка берсеңіздер де болады. Следующий дейсіздерде екінші тапсырма. Картина қоямын. Екіншісіне текст жазамыз. Келесіне картина қоямын. Текст деймін. Совершить и показать предварительный просмотр деп басамын. Міне, сәйкестендір. Деп таңдап шығыстыр. Сөйтетті, міне, егер де қате болса, мысалы менде мына жерде арып қалып кетті. Настроить еще раз дейміз да. Жөндейміз. Қайтамыз да. Предварительный просмотр. Тапсырманың жаңағы бірінші бетте тапсырмасы шықты, Осылай дұрыс деді. Галочканы басамыз да, барлығын тексере аламыз.